Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл толуына орай қала әкімдігінде шаһар басшысы Гүлжан Мамытқызы мемлекеттік қызметкерлерді ерен еңбегі үшін Қазақстан тәуелсіздігі 30 жыл атты төс белгілерімен марапаттады. Салтанатты жиында сөз алған қала басшысы азаматтық тәуелсіздік, егемендік кез келген ұлт үшін ең қымбат мұра екені хақ. Халқымыздың бірлігі мен қиындыққа мойымайтын қайсарлығының арқасында егеменді еліміздің әлеуметтік экономикалық әл-ауқаты артып, мәдени-рухани келбеті жоғарғы деңгейге жетті. Мемлекеттік қызметті атқару жауапты да абыройлы міндет. Тәуелсіздік алған күннен бастап жас мемлекетіміздің қаз тұрып қалыптастыруында бүгінгі шыққан биігі мен қол жеткізген жетістіктерінде сіздердің қосқан үлестеріңіз мол деп алғысын білдірді. Мемлекеттік қызмет атқару абыройлы міндет, қоғам мен мемлекет тарапынан ерекше сенімнің белгісі. Тәуелсіздік алған алғашқы күннен бастап жас мемлекетіміздің қаз тұрып қалыптасуына бүгінгі шыққан биігі мен қол жеткізген жетістіктерінде сіздердің қосқан үлестеріңіз зор. Ел игілігі жолындағы жауапты қызметтеріңізге толағай табыс, мәртебелі істе біліктілік пен төзімділік тілеймін. Денсаулықтарыңыз мықты, отбасыларыңыз аман, барлық бастамаларыңызға сәттілік тілеймін. Өз кезегінде мемлекеттік қызметшілерді келіп жеткен тәуелсіздік күнімен арнайы құттықтап, ризашылығын білдіріп алғыстарын айтты. Сондай-ақ Арыс қаласын өркендету бағытында аянбай еңбек ететіндерін жеткізді. Жантөре Болысмұрат, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары. Дәл осындай мерекелік төс белгімен Тағаев Бақытжан Абдуллаұлы наградталады. Дәл осындай мерекелік төс белгімен Ақбаев Нұрлыбек Мақтабекұлы наградталады.